Нұрсұлтан Назарбаевтың аста-төк байлығы мемлекетке қайтарылама. Қазақтар енді иттерін үйлендіріп той жасап жатыр. Қайрат Нұртастың анасы несімен мақтанды? Такси жүргізушілері сағаттап жолаушы таси алмай ма? Олимпиада чемпионы Елдос Сметов жанкүйеріне не сыйлады? Беташарда той табаққа миллиондап ақша тастау керек пе? Ең төменгі жалақы қанша теңгеге көтеріледі? Армысыздар, бұл қазақ айран. Әдеттегідей осы аптада елде болған ерекше оқиғаларға шолу жасаймыз. Менің атым Айдана Мейрамбайқызы. Сонымен бұл жетіде елді елең еткізген не болды өзі? Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды билеген 30 жылда жиған аста-төк байлығы өзінде қалатын болды. Жоғарғы сот экс-президенттің активтері мен мүлкін мемлекет пайдасына тәркілеу керек деген астаналық Қайыргелді Смағұловтың арызын қараудан бас тартты. Астана тұрғыны 84 жастағы Назарбаевты сотқа берген еді. Ол өзінің арызында Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның президенті лауазымын атқара отырып, өзінің іс-әрекеттерімен бүкіл адамзаттың өміріне қауіп төндірді. Сондықтан оның бар мүлкін мемлекетке өндіру керек деген. Алайда жоғарғы сот Конституцияның 46 бабын негізге алып, Қайыргелді Смағұловтың талап арызын кері қайтарған. Бұл бап бойынша Қазақстан Республикасы президенті оның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. Республика президентін және оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Осы баптың ережелері республиканың экс-президенттеріне де қолданылады. Той жасап жарысатын қазақтар енді аста-төк дастархан жайып, иттеріне де той жасауға көшті. Әлеуметтік желіде мейрамханаға қонақтарды жинап, екі итін үйлендірген әйелдің видеосы тарады. Бейнежазбаға қарасаңыз, құдды ит емес адам үйленіп жатқандай. Әдемі баннер, қос тілді тамада, қонақтар үшін көздің жауын алар түрлі сыйлық. Той иесі көп күттірген жоқ, Марсель мен Матильда атты екі итін көтеріп көпшіліктің алдына шығады. Артынша бұраңдап би билеп, май жүректерім, арыстандарым деп ән айтады. Үй жануарларының неке қию рәсіміне жиналғандар қошемет көрсетіп, той иесін барынша қолпаштайды. Кейіннен қонақтардың бірі ортаға ақ батаны алып шығып, күшіктің біреуінің басына кигізеді. Бұрын соңды мұндайды көрмеген желі қолданушылары той иесін сынға. Масқара, бұл тойынғандық және ақмақтық деп бағалады бір оқырман. Ал ендігілері мұна ессіз әйелге шұғыл психолог керек. Енді келін жұмсап қолың ұзаратын болды. Құтырған неме деді. Дегенмен қос иттің тойына құтты болсын айтып, бақыт тілеп жатқандар да табылды. Қазнетке тараған тағы бір тойдағы көрініс халықтың ашуын тудырды. Желіде беташар рәсімінде той табаққа миллиондаған ақша салған жігіттің видеосы тарады. Елдің назарын өзіне аударған азамат қолына бір бума ақша ұстап шығады. Сосын той табаққа 2000 теңгелік купюраларды, кейін 5000 теңгелік ақшаны біртіндеп санап тастайды. Ұстаған ақшасы біткен соң қалтасынан 20 мыңдықтарды шығарып салады. Әйтеуір не керек, бума ақшаны ұзағынан санап қуанышқа жиналған жұртты таңғалдырады.
Той табақтың жанында тұрған асабалар жомарт жігіттің бұл әрекетін көріп аң-таң болды. Ал желі қолданушыларының пікірі екіге бөлінді. Бір топ 1 миллион теңгені той табаққа бірден емес бөліп салған жігітке сәттілік пен табыс тілесе, енді бір топ оны мақтаншақ деп даттады. Жалпы беташарға ақша салып жарысу тренд сияқты. Дарақылық арқылы даңқын шығарғысы келгендер осыдан 3 жыл бұрын Түркістанда да болған. Ондағы беташар табағына қонақтар қомақты ақша салумен жарысып, сол кезде бас аяғы 55 миллион теңге жиналған еді. Науғанша? Миллион кетті ағайын, шапалап ұрайық. 500 келе жатыр, ақа. Әнші Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова жиған байлығын паш етіп, мыңдаған қазақстандықтың көзін қызықтырды. Ол Айнұр Асанбердінің YouTube арнасына сұхбат беріп, Алматының ортасындағы қымбат пәтерін көрсетеді. Хан сарайындай пәтердегі Гүлзира ханымның гардеробы шетелдік бренд киімдерге толы екен. Жинаған әшекей бұйымдары мен бриллианттарында тіпті есеп жоқ. Продюсердің айтуынша, әлемде қандай қымбат бренд тәтірлер болса, соның бәрі өзінде болу керек. Көремше таспен, неге екенін білмеймін. Бриллиант жақсы көрем. Сумканы емес, мен көбіне осылай бриллиант жинаймын да. Осыны шетінен тағып, ашылмағандар, тағылмағандар, оның үстіне біреу келген кезде көбіне сөмке бірден емес, осы бриллиант подарок етіп жүремін. Менің жақсы көретінім азартым иіссулар. Иіссудың бүкіл түрімен де тұру керекші. Мысалы, ұсталғаны бар, ұсталмағаны бар, ашылмағандар да коробка осылай тұрады. Сөресінде самсаған бағалы әтірлері мен құнды заттарын жақсы көрген адамдарыма сыйлап жіберемін деген Гүлзира ханым осылайша өзінің қолы ашық екенін көрсеткісі келгендей. Қымбат көйлектерді арнайы дизайнерге тіктіртетін Қайраттың анасы монша мен саунаға барғанды да ұнататынын жасырмады. Бір шаршап кеткен кезде мен ең жақсы көретін нәрсем монша, массаж, одан кейін барып бір мезгіл дүкенге барып сыйлықтар алсам. Біреуді қуандырып жатсам, бірдеңе алсам, миым демалады. Дегенмен Гүлзира ханымның аста-төк байлығын паш еткені кейбір көрерменге ұнамай қалды. Ішкен жегенін көрсеткен азда, енді киім-кешегін көрсеткені ұят. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деген осы деп жазды. Ақтауда бет жүзін тұмшалап, хиджаб киген қарулы қыздар халықтың зәре-құтын қашырды. Қолдарына автомат ұстаған арулар түнделетіп қала көшелерінде серуен құрған. Құр жүрсе мейлі ғой, алдынан шыққан адамдарға қаруларын кезеніп әбден зәре-құтын қашырған. Тіпті бір тұрғын олардың оқ атқанын айтып шағымданған. Бойжеткендер бұл әрекеттерін бастан аяқ видеоға түсіріп алып, TikTokқа жариялаған. Көп ұзамай тәртіп сақшылары тұмшаланған қыздарды тауып мән-жайды анықтайды. Сөйтсе, хиджабтағы қыздардың бірі 15 жаста болса, екіншісі 17 жаста болып шыққан. Олар көшедегі адамдарды қызықты контент үшін ойыншық автоматпен қорқытқан екен. Полицейлер қоғамдық тәртіпті бұзған жасөспірімдердің ата-аналарына айыппұл салды. Дзюдодан Париж Олимпиадасының жеңімпазы Елдос Сметов өзінің жанкүйеріне су жаңа теледидар тарту етті. Әлеуметтік желіде дзюдошының финалдағы өнерін үйіндегі бұлыңғырланып, әзер істеп тұрған теледидардан тамашалаған жанкүйерінің видеосы тараған еді. Сәбит есімді азамат спортшының жеңісіне баладай қуанып, эмоциясын жасыра алмайды. Бұл сәтті азаматтың келіншегі түсіріп алып, жақындарымен бөліскен. Чаттан чатқа тараған видео тіпті чемпионның қолына түседі. Жанкүйерінің шынайы жанашырлығына тәнті болған Сметов оған достарын жіберіп, қалаған теледидарын тарту етпек болады. Алайда ескі теледидардың алдында айғайлап, жанкүйер болған жігіт тар үйде тұратын болып шыққан. Отбасымен дүкенге келген ол 1 миллион 200 мың теңгелік үлкен экранды телевизордан бас тартып, кішілеуін таңдайды. Құрметті достар, Елдос бауырымыздың атынан қазір кез келген телевизор таңдайды, осы қызге алып беретін боламыз. Кішігірім дейді. Не үшін дәуін алмайсың, 1 миллион 200 мың дәу телевизор соны алып берейік десек, мен үйім кішкентай дейді. Ал жанкүйерімен бейне қоңырау арқылы тілдескен Елдос Сметов оған алғысын айтып, тәнті болғанын жеткізді. Шынайы жанкүйер номинациясымен Сәбит бауырымыз телевизормен марапатталады деп жатыр. 2, 3, 2, 1, орын! Алла разы болсын, Алла разы болсын. Шынайы бір шын өзім көріп отырып,
кәдімгідей бір өзімнің көзіме жас келіп, өзімнің бір туған қаныңа балет еткендей бір. Атыраулық отбасы Олимпиадада бақ сынап жатқан спортшыларымызды қолдау үшін көлікпен Парижге барды. Отағасы Ерік Шыныбеков бұл сапарды қыстан бастап жоспарлап бағытын сызған. Сөйтіп, наурыз айында қажетті құжаттарды жинаған, ал сәуір айында Атырау қаласындағы итальяндық виза орталығына Шенген визасына өтініш берген. Бұрын соңды көлікпен саяхатқа Шенген жасап көрмеген мамандар ар ойланып, бер ойланып, ақыры визаны рәсімдеген. Төбесі көкке жеткен тұрғын әйелімен 3 баласын ала салып алыс жолға шыққан. Атырау қаласынан бастаймыз, одан кейін Ресей арқылы өтіп, Гүржістан еліне өтеміз. Гүржістаннан кейін Түркияға кіреміз, Түркиядан алғашқы Шенген мемлекеті болып есептелетін Грецияға өтеміз. Греция елінен паром арқылы Италияға өтіп, Италиядан жоғары қарай Швейцарияға барамыз. Швейцариядан әрі қарата Франция еліне барып, оның астанасы Парижге барамыз. Күніне 600 шақырым жүріп отырып, діттеген жеріне аман есен жеткен Ерік Шыныбеков Париж көшелерінде қазақстандық нөмірдегі көлігімен жүйткейді. Жеке көлігіне көшпенділер ойыны өтетіні туралы жарнаманы іліп алып, өткен кеткеннің назарын өзіне аударады. Францияның астанасы Париж қаласына аман есен семьямызбенен, көлігімізбенен келдік. Бүгін Францияда ең маңызды күндердің бірі ол Олимпиада ойындарының ашылу салтанаты басталады. Бірақ мен сіздерге басқа бір Олимпиада туралы айтқым келеді. Ол өзіміздің көне түркі халықтарының Олимпиадасы, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны. Бұйырса, 8 менен 13-ші қыркүйектің арасында Астана қаласында өтеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуден бір балл алып елді шулатқан түлек Ерасыл Уәлиев Түркияның 10 үздік университетінен шақырту алды. Енді ол шетелде білім алады. Осыған дейін жас түлек сынақтан ең төменгі балл алғанына ұялмайтынын және білімнің ұбытымен өлшенбейтінін айтып, әлеуметтік желіде жұлдыз болған еді. Енді ол Озиеген университетінде жасанды интеллект және Анталия университетінде дизайн бойынша білім алады. Сондай-ақ Ерасыл Уәлиевке авиация және ғарыштық техника, жасанды интеллект, ойын дизайны, актерлік шеберлік сияқты мамандықтар бойынша ұсыныстар түскен. Мен ентідан бір балл алып шыққаннан кейін шетелге оқуға жіберетін компаниялар іздестірген болатын. Солардың бірі Education Industry. Уақыт өте тығыз. Егер мен сияқты осы жылы Турцияға оқуға түсем білсеңіздер, Education Industry компаниясына хабарласып, толық ақпаратты білсеңіздер болады. Осылайша бағы жанған жас жігітті құттықтап пікір қалдырғандар Ерасыл ұбыты дегеніміз өмірдің соңы емес екенін дәлелдеді деп ілтипат танытып жатыр. Қазақстанда такси жүргізушілеріне тықыр таянады. Ұйқы көрместен күн түндемей жолаушы таситын олардың қызметіне үкімет шектеу қоймақ. Бұдан былай таксистердің қалааралық бағытта 50 шақырымнан артық қашықтыққа жол жүруіне тыйым салынуы мүмкін. Әрі қалада 8 сағаттан артық жолаушы тасымалдауына рұқсат етілмейді. Көлік министрі Марат Қарабаев индрайвер мен Яндекс такси жүргізушілеріне талапты осылай күшейтуді көздеп отыр. Мысалы, орташа жылдамдық не береді? Бір точкадан екінші нүктеге барғанша орташа жылдамдық 120 шақырым болса, оны асырмауыңыз керек. Одан көп болса, сізге автоматты түрде айыппұл келеді. Нәтижесінде жеңіл көлік пен автобустың екеуінде орташа жылдамдығы бірдей болады. Оны асырмаған есебіне бірдей болады деп ойлап отырмын. Сондықтан халық жаңағыдай автобусқа қайта өтеме деген ой бірінші. Министрдің айтуынша, ұйқысыз жұмыс істейтін такси жүргізушілерінің кесірінен Қазақстанда жол апаты жиілеп кеткен. Көбірек пайда табуды көздегендер бір қаладан екінші қалаға адам әкеледі, бірақ тынықпастан кері қарай қайта жолға шығып, жолаушы ала кетеді. Соның кесірінен жол апаттары жиі болып жатыр, дейді Марат Қарабаев. Алайда азаматтардың қауіпсіздігін ойлаған көлік министрінің бұл бастамасы әлден жұртқа жақпай жатыр. Өйткені қазір екінің бірі таксист болып істеп, жан бағып отырғаны жасырын емес. Желіде Қарабаевқа ашуланғандар таксистерде не жұмыстарың бар, олардың бала шағасын сен асырайсың ба деп ызалы пікірлер қалдыруда. Қазақстандықтардың ең төменгі жалақысы 130 мың теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Үкімет дамушы елдердің жағдайын ескере отырып, ең төменгі жалақыны белгілеу туралы конвенцияны ратификацияламақ. Қазір бұл ұсыныс қоғам талқысына шығарылды. Егер көпшілік мақұлдап заң жобасы қабылданса, Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңгеден 129 мың 731 теңгеге дейін өседі.
Қымбатшылық қысып тұрған заманда бұл ақшаның неге жететіні белгісіз, дей тұрғанмен күнкөріс деңгейінің сәл де болса көтерілетіні әкім қараларға ұнайтыны сөзсіз. Өйткені бұдан былай олардың жұмысына кедейлікті азайтқанына байланысты баға беріледі. Үкімет басшысы Олжас Бектенов еліміздегі облыс, аудан әкімдерінің жұмысына KPI енгізбек. Соған сәйкес шенеуніктер жұмыссыздықты жойып, тұрмысы төмен отбасылардың санын азайтуы тиіс. Егер қай өңірдің кедейлері азай болса, әкімі молодец деген сөз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Әкімдер өз рейтингін жақсарту үшін кедейлерді азайтуға күш сала ма, әлде бұл KPI-дан келіп кетер пайда жоқ па? Жауабыңызды осы видеоның астында қалдырыңыз және біздің Қазақ Айранға жазылуды ұмытпаңыз. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.